Армысыздар, құрметті көрермендер. Жұлдыз ТВ телеарнасында не жаңалық бағдарламасы және оның жүргізушісімен Әлімжан Асқаров. Осы аптада елде және әлемде орын алған ақпаратпен сіздерді таныстырамыз. Барша мұсылмандарды Құрбан айт мейрамымен құттықтаймын. Пандемияны жеңіп шығайық деп көбірек дұға етейік. Сонымен бүгінгі бағдарламада қазақстандықтарға 42.500 теңге емес 21.250 теңге беріледі. Бұл қайдан шыққан көмек? Барша азаматтарға маска тағу міндеттелді. Бетпердесіздерге айыппұл салынады. Ірі компаниялар қазақ тілінде сөйлеуді бастады. Қазақша жаз қозғалысында агрессия бар ма? Домбыра ұлттық телеарнасының қаржылық қиындықтары. Біз құндылықтарымызды жоғалтып алмауымыз керек. Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев эпидемиологиялық ахуалды тұрақтандыру жөнінде кеңес өткізіп, карантин шараларын 2 аптаға ұзартуды тапсырған. Карантин ұзартылады дегенде ойымызға 42.500 теңгеше берілеме тағыда деген сұрақ бірден келді. Сөйтсек, 42.500 теңге емес 21.250 теңге тағайындалады екен. Тамызда карантин жарты айға созылғандықтан әлеуметтік көмек жарты болады. Елімізде 2 басшы, 2 тіл, 2 есе қымбат тауарлар, бірақ жартылай көмек. Ол көмекке ие болу үшін арнайы өтініш жасаудың қажеті жоқ. Шілдеде жұмыссыз қалғандардың шотына сома автоматты түрде түседі. 42.500 теңге аз деп жүрген едік, соған да шүкіршілік білдіру керек пе еді. Сәуірде де карантин жарты айға созылғаны естеріңізде ме? Карантин ғана емес, төтенше жағдай да енгізілген ол кезде. Еңбек және әлеуметтік қорғау министрі Біржан Нұрымбетов төтенше жағдай 5 күнге созылса да сома толық төленеді деген еді. Бұл жолы карантин ғана, төтенше жағдай жоқ деп әңгіме өзгеріп отырған секілді. Бірақ көбіміз бұл екі ұғымның мәнін айыра алмадық. Карантин не, төтенше жағдай не, бәрібір секілді. Егер шілдеде 42.500 теңге алмасаңыз, лайк баса кетіңіздер. Біздің санымыз қанша екенін біле отырайық. Егер жарты айға алған 21.250 теңгені банкоматтан шығару үшін көшеге барсаңыз, бетперде тағуды ұмытпаңыздар. 21.250 теңгені банкомат шығармайды ғой негізі. Қазақстанның бас санитарлық дәрігері еліміздің барлық азаматтарын бетперде тағуға міндеттеді. Кез келген жерде енді адамдар маскамен жүруі тиіс. Заң сондай, талап осы. Егер орындамасаңыздар, айыппұл төлейсіздер. Сондықтан 21.250 теңгені банкоматтан шығарамын деп бетпердесіз барсаңыз, 83.340 теңге айыппұл төлеп қалуыңыз мүмкін. 62.090 теңгеге минусқа кіріп кетесіздер. Бір түрлі пайызы көп кэшбэк болады сонда. Бірақ бұл айыппұлдың да 50% жеңілдігі бар екен. Егер оны апта ішінде жауып тастасаңыз, 41.680 теңге төлейсіз. Сол жерде жауып тастасаңыз, 5.000 теңгеге де келісуге болатын сияқты. Нақты айта алмаймын, тексерілмеген әзіл ақпарат. Масканы бәрі тағуы керек. Тіпті жүгіруге шыққан спортшылар да, ыстықта тыныс алуы қиын науқастар да, сәби емізетін аналар да. Оны қоя беріңіздер, масканы тіпті жаңа туған сәбилер де тағуы керек екен. Я вам задала конкретный вопрос, где можно приобрести маску для новорожденного? Для новорожденного вы хотите, чтобы это в каждой аптеке? То есть в аптеках продаются маски для новорожденных? Аптеках, конечно, да, аптеки. Спасибо. Следующий вопрос у меня господину Цою. Сразу я хотела вас попросить, что 1 августа, когда вы выйдете на пресс-конференцию, принесите, пожалуйста, в службу центральных коммуникаций и продемонстрируйте нам, как выглядит маска для новорожденного. Бірінші тамызда министр мырза нәрестелерге арналған бетпердені мұның дәріханадан іздеп таба алмаған секілді. Сондықтан заңға өзгерістер жасалды. 5 жасқа дейін балаларға маска тақпауға рұқсат. Әйтпесе жаңа туған сәбиге масканың зияны қандай көп екенін министрліктегілер түсінбей өтер ме деп ойлап едім. Сосын бастысы масканы азаматтарға қоғамдық орында тағу міндет. Үйде сізді ешкім жауапқа тарта алмайды. Біздің студияда қоғамдық орын емес, екінші үйіміз секілді. Бетпердесіз отыра берейін. Қой, 83.340 теңге деген аз ақша емес, тағы бала салайын. Тіпті осылай төмен түсіріп қойсақ та саналатын шығар. Оған қоса маска тағып алшы деген билбордтарда қара домалақ қарындасым сұрап жатқанда өтінішін 2 етпей ақ қояйын. Мына да ескертулерді қалада талай көрген шығарсыздар. Айтпақшы, бұл модель қазақтың қызы емес, Филиппиннің қызы екен ғой. Филиппиндіктер қазақтарға қатты ұқсайды десеңіздер, лайк баса кетіңіздер. Жарайды, мен ырымым жасадым, ары қарай маскасыз жалғастыра берейін. Біз бүкіл талаптарды сақтадық. Facebook желісіндегі Кирилл Лавров есімді қолданушы қаланың пандемия кезінде жарнамаға жауапты қызметкерлері қаржы үнемдеп отырғанын айтады. Қалада әр қадам сайын маска тақшы деп ескертетін Филиппин қызының суретін әкімшілік интернеттен тегін жүктей салған. Бұл тұрғыда халық мұны мазаққа айналдырып күлкіге басты.
Ел әкімшілікті маскасын шешіп тастады былайша айтқанда. Бірақ Алматы қалалық жоспарлау және урбанистика басқармасының баспасөз хатшысы Татьяна Флорова қыздың суретін тегін жүктеу арқылы біраз қаражат үнемдеп қалдық деп ақталды. Ал филиппиндіктің суретін ақысыз пайдалану заңға қайшы емес дейді ол. Олай болса, мақтарлық іс екен. Қазір барынша үнемдеп қалуға тырысайық. Дегенмен осындай суретке қиын кезде ақша сұрамай тегін түсіп беруге дайын талай қазақ сұлу қарындастарымыз табылар еді ғой. Әдемі медицина қызметкерінің бейнесі тұрса, рухымыз да көтеріліп қалар. Жұлдыз ТВ телеарнасының түсірілім тобы да бастаманы қолдап тегін фотосессия жасап берер еді. Қайдам, ұйымдастырушылар асыққан ау. Уақыты тақалғанда жоспарды орындау қажет болып, интернеттен дайын дүниені көшіре салған. Қызметкерлердің универден бері қалған әдеті болар. Жарайды, назарымызды суретке емес, жазуға аударайықшы. Құрметті әкімшілік, бетперде ки деп жазбаңыздаршы. Мен ешқашан бетперде кимеймін. Мен оны тағамын. Мүмкін филиппиндер масканы киетін шығар. Қазақтар болса тағады. Бұл айырмашылықты түсіну үшін қазақ тілін жіті меңгеру керек. Шүкір, тіліміздің қолдану аясы күннен күнге артып келеді. Бірақ осыған дейін жасап жатқан тіл жанашырларының жылдар бойы жұмысы бір төбе болды да, қазақша жаз ұйымының ісі бір бөлек төбе болды. Төбе емес, асқартау десем де артық етпес. Қазақша жас қозғалысының қызметі жайлы қысқаша айтсам былай. Олар телеграмда чат ашып, сонда тіл жанашырларын жинаған. Сөйтіп, чат админдері күн сайын бір компанияны нысанаға алады. Мысалы, KFC компаниясын. Чатпасылар KFC қазақша жазбайды екен деп, мына посттың астына қазақ тілін талап етіп, пікір қалдырайықшы дейді. Пікірлер мейлінше сыпайы жазылуы тиіс. Арасында әзіл қоссаңыздар, нұр үстінде тоқ болады. Мысалы, анам қазақша жазбайтын жерде тамақтанба деген, ал мен KFC жегім келеді. Сондықтан қазақша ақпарат бере аласыздар ма деген сияқты пікір қалдырғандар бар. Қызмет көрсету компаниялары әлеуметтік желідегі парақшаларын қазақ және орыс тілінде жүргізуі тиіс. Себебі елімізде қазақ тілді тұтынушылар бар және олар көп. Қазақша жаз ұйымы мысалыға KFC тағамдарын қазақ тілді де аудитория сүйіп жейтінін, Samsung техникаларын қазақ тілділер де қолданатынын, Toyota көліктерін әсіресе қазақтар мінетінін және оларға қызмет ана тілде көрсетілуі тиіс екенін айтқысы келді. Сыпайы, мәдениетті түрде, ешқандай агрессиясыз. Жай ғана ірі компаниялар кімге қызмет көрсетіп жатқанын білсін деген мақсатта. Қазақша жазу оларға қосымша жүктеме емес. Керісінше, қосымша мүмкіндіктер. Мемлекеттік тілде пост шығару арқылы компаниялар клиенттер санын көбейтіп алады. Қазақша жаз осыны дәлелдеуде. Бүгінде қозғалыстың телеграмдағы чатында 2000-ға жуық белсенді бар. 2000 адамның бәрі бір сәтте қазақ тілде жазба шығарыңдаршы десе, неткен алып күш екенін түсінген шығарсыздар. Бастысы, олардың бәрі талаптарын өтініш ретінде жеткізіп жатыр. Қайталап айтайын, сыпайы түрде. Белсенділер аптасына бірнеше ұйымды бақылауға алып, жүйелі талаптарын білдіреді. KFC Қазақстан, Samsung Қазақстан, Burger King, Choco Family, Технодом, LG секілді ірі компаниялар олардың ұсыныстарын қабылдаған. Бұл тізім күннен күнге артып келеді. Ісімізге қызыққан көршілес Қырғызстан жастары да өз елінде қырғызша жаз деген науқанды да бастап кетіпті. Қозғалыстың мақсатын түсінбей, бір сөйлем ережені оқымай, пікірде не жазылып жатқанын көрмей, олшылдардың агрессиясын байқадым деу дұрыс іс емес. Басында қазақша жазда жорық, құрбан, жамырағат деген терминдер кейбір адамдарды қорқытып алғанда болар. Олардың да сезімдерін ойлап, қозғалыс дөрекілеу сөздерді нысана және тербеу деген сияқты терминдермен ауыстырды. Нысана деген қазақша жазбайтын компаниялар. Тербеу солардың инстаграмдарына кіріп, қазақша жазуды талап ету. Басында осы сөздерді қолдана беру керек еді. Бірақ мұндай ауқымды қозғалыс болып кететінін ұйымдастырушылар ойламаса керек. О баста жай ғана ішкі әзіл сөздерді термин қылып алған секілді. Жарайды, мұның барлығы маңызды емес. Кейбір ерке компаниялар ел пікірлерін өшіріп, еш нәрсе естімедік, оқымадық, көрмедік деген позицияны ұстанып алды. Яғни олар инстаграмдағы пікір жазу мүмкіндігін шектеп, орысша ғана ақпарат беруді жалғастырып жатты. Бұл үлкен қателік. Олар аудиториясының қалауын түсінбейді деген сөз. Қазақша жаз қозғалысы ескере кетейін, қазақша да жазуды сұрайды. Яғни орыс тілін ығыстырып тек қана ана тілде қызмет көрсетіңіздер деген ешкім жоқ. Бірінші қазақша, сосын астында кез келген тілде ақпарат беруге болады. Бұл заңда да көрсетілген. Жұлдыз ТВ телеарнасының ұжымы қазақша жаз немесе дәлірек айтсақ қазақша да жазынышы қозғалысына алғыс білдіреді. Сіздер кереметсіздер. Құрметті көрермендер, қазақ граммар, жаңа сөздік, қазақша жаз топтарына тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақты тілден бөлек мәдениет сипаттайды. Біз ұлттық құндылықтарымызды жоғалтып бара жатқанымыз рас.
Осыдан 1,5 жыл бұрын 24 сағат бойы ұлттық өнерімізді дәріптейтін домбыра телеарнасы ашылғанда балаша қуанып едік. Ғұмыры ұзақ болғай деп үміттендік. Арнаны үзбей тамашалап жүретіндердің бірі мен. Бірақ көбісі домбыра ТВ жайлы білмейді екен. Ол 2019 жылдың наурызында ашылып, содан бері күні түні ұлттық өнерімізді халық назарына ұсынып жатыр. Қашан қоссаңыз да қазақтың үні шығып тұрады. Бірақ арна тек IDTV желісінде көрсетеді. Отау ТВ-да жоқ. Тамыз айында домбыра ұлттық арнасы отауға кіру үшін конкурсқа қатысады екен. Яғни жақын күндері біз оны әр шаңырақтан көру мүмкіндігіне ие болып қалуымыз мүмкін. Бірақ сол конкурс болатын күнге жетудің өзі қиын болып тұр. Арнаның қаржылық жағдай өте қиын. Бүгін ертең қарызға белшесінен батқандықтан жабылып қалып, тіпті ID'де де көрсетпей қалуы мүмкін. Өзім де осы ұлттық арнада қызмет етіп жүргендіктен жағдайды жіті түсінемін. Қызметкерлерге төленетін жалақы, кеңсе арендасы, IDTV-ге берілетін абоненттік төлем, коммуналдық қызметкер, бәрі үлкен салмақ. Білдей арнаны ұстап тұру оңай іс емес. Өкінішке орай қазір ешқандай көмек көрсетіп отқан жоқ. Барлық мемлекеттік органдардың бәріне жаздық. Елбасынан бастап президент, министрлік, депутаттарға да жаздық. Қазіргі таңда ешқандай көмек жоқ. Бірақ енді осы тамыз айының 13-іне мына отау спутниктік желісіне конкурс болғалы жатыр. Соған қазір құжаттарымызды дайындап жатырмыз. Енді біздің ақпарат министрі Айда Ғалымқызы және вице-министрлермен осы жайлы сөйлескенбіз. Енді біздің телеарнаны осы отау спутниктік желісіне қосады деген сенімдеміз. Өйткені оны коммерциялық түрде айына 2,5 миллион төлеуге біздің телеарнаның оның шамасы келмейді. Сондықтан телеарна қазақ жанашырларының көмегіне зәру. Домбыра тек басшы Қанат ағаға ғана емес, бар қазаққа керек қой. Басшымыз арна ашылғалы бері бір тиын да пайда көрген жоқ. Тек күннен күнге шығыны артылып жатыр. Не биліктен де, не меценаттар тарапынан да көрсетілген жәрдем болмады. Болса да мардымды емес. Арна басшысы Қанат ағамыз амалсыз халықтан жылу жинауды бастаған. Қайтсем де, ұлттық құндылығымыз домбыраны сақтап қалуды мақсат етемін дейді. Егер қаржылық қиындықтар кесірінен арна жабылып қалса, ұлт алдындағы парызымды ақтай алмағаным деп біледі. Бұл тұрғыда халықтың да берер көмегі көп емес екені түсінікті. Бүгінгі қиын қыстау кезеңде әркім өзіне және жақындарының жағдайын ойлап жүргені рас. Директор амалсыз қарыздарға батып, тіпті ұзақ жылғы еңбегімен жиған тергенін сатып, домбыраны эфирден үзіп алмау қамын жасап жатыр. Арманы біреу ғана. 24 сағат бойы ұлттық құндылықты дәріптейтін арнаны Отау ТВ жерсеріктік телевизиясына қосу. Ол күнге дейін домбыраны аман есен сақтап қалса. Бұқаралық ақпарат құралдарының ұлт тәрбиесіндегі мәні аса зор. Телеарна ұлттық қауіпсіздігіміздің кілті. Түсіне білген адамға мұнда ұлт қауіпсіздігі жатқаны мәлім. Егер арна басшылығында жүрегі қазақ деп соқпайтын адам отырса, халық мүддесі үшін қызмет атқарады дегенге сену қиын. Қазақ пен домбыра синоним екенін ұмытпайық. Қаржылық қиындықтарға байланысты домбыра жұмысын тоқтатса, қазақтың жүрегі тоқтат деген сөз. Көмектесуге мүмкіндігі бар жандар, сіздерден сұраймыз. Нағыз қазақ домбыра екенін ұмытпайық. Домбырамыз ұзақ ғұмыр етсін. Қаржылық қиындықтарды бірге жеңіп шығайық. Тілегіміз осы. Жарайды, жақсы жаңалықтарға да назарымызды аударайық. Коронавирус инфекциясына қарсы қазақстандық вакцина сынақтан сәтті өтті. 15 мамырда Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы оны өз веб-сайтында клиникаға дейінгі сынақтарға кандидат ретінде тіркеді. Сол күннен бастап вакцина зертханалық жануарларға сыналып жатыр. Бәрі ойдағыдай болса, біршама уақыттан кейін вакцина халыққа қолжетімді болады. Коронавирустан құтылу жолын қазақтар тапса, өзіміз де сенбейтін шығармыз. Дәрі-дәрмек аурудан да ауыр болып кетпесін. Дәл Елорда күніндегі отшашулар секілді. Президент әкімшілігі басшысының бірінші орынбасары Дәурен Абаев сол күнгі отшашуларға қатысты пікірін айтты. Бұл арқылы биліктегілер қиын кезеңде халықтың рухын көтергісі келген екен. Алайда дәрі-дәрмек аурудан ауыр болып кеткен жағдаймен пара-пар бола қалды дейді Абаев. Құрметті көрермендер, осымен Не жаңалық бағдарламасынан екінші шығарылымы аяқталды. Сөз соңында қазақша жас қозғалысының жеткен жетістіктерін назарларыңызға ұсынамыз. Видеоға лайк басып, пікір жазып, топқа тіркелуді ұмытпаңыздар. Не жаңалықты достарыңызға көрсетіңіздер. Келесі кездескенше.